Скорый шақырдық, 1 сағат болды. Әлі жоқ. Досымның басы ауырып жатыр еді. Температурасы көтеріліп жатыр еді. Бұндай сөздер көп деп айтылады. Негізі көпшілік адамдар скорыйды осындай машинамен жүреді деп ойлайды. Немесе скорыйға осындай машина керек. Сонда кешікпей баратын бе, тез барады. Әрине, бұндай машинаның түрін берсең де кешігіп келетін еді. Не себепті? Оның себебі өте көп. Біріншіден, шақыртудың вызовтың көптігі, задержка болып жатыр. Екіншіден, мысалы, жолдың нашарлығы, кептелісте тұрып қалды дейді. Жалпы скорый кешігіп келді. Бұл жерде қандай кінәсі бар? Айтыңыздаршы. Скорыйға вызов түсті, сол моментте барады ол жерде. Вызовты қабылдап алып, ұйықтап жатпайды, демалып жатпайды. Моментально барады. Жалпы жедел жәрдем бригадасында шақыртулар 4 санатқа бөлінеді. Бірінші санат, мысалы, көшеде науқас ес-түссіз, немесе жүрегі ауырып жатыр, немесе бір жақ шет салданып жатыр. Оған 10 минуттың ішінде барып обслуживать ету керек. Бос бригада бар ма, сразу жібереді соған. Ал енді екінші санаттағылар, мысалы, бронхиальный астматик, дем ала алмай жатыр, аллергиялық реакция болды деп айтайық. Немесе ашық жарақаттар болды, мысалы, қан кетулер болып жатыр дейік. Қолынан, бас аймағынан. Ол 15 минуттың ішінде барып обслуживать ету керек скорый міндетті түрде. Бос бригада ма тоже жібереді. Үшінші санат әрине іш ауырды, түрлі жарақаттар, мысалы, қолы шығып кеткен секілді, немесе сотрясение алды бастан, тағы да басқалар. Оған әрине жарты сағаттың ішінде 30 минутқа дейін барып обслуживать ету керек. Төртінші санатта температурасы ересек адамды көтеріліп тұр, немесе басы ауырып тұр, ескі жарақаттар, омыртқасы ауырып, мысалы, немесе тісі ауырып, скорый шақыртып, оған 1 сағаттың ішінде барып обслуживать ету керек. Жалпы жедел жәрдем бригадасы не үшін кешігеді? Бірінші себеп әрине кешкі уақыттарда әсіресе задержка, вызовтың көптігі. Мысалы, бір станцияда, мысалы, 15 бригада дейік, бір аймақта, жалпы шақырту аяқ асты қаптады, мысалы. Сол жерде есте сақтаңыздар. Бірінші категория түсті ме, міндетті түрде бос бригадан жіберуге тырысады. Тез арада сол бригадаға беруге тырысады. Мына жақта сіздің температураңыз беріп жатыр, мына жақта біреуде сердечный приступ. Қайсына бірінші бару керек? Әрине сердечный приступты бірінші бару керек, өйткені өміріне қауіпті. Ал температура беріп жатқан адам кішкене күте тұра алады, оны өміріне әлі қауіп төніп тұрған жоқ, шын айтқанда. Ал екінші себебі сонымен қатар жолдың алыстығы, мысалы, кептеліс болуы мүмкін көп адамдарда. Сол үшін скорый помощь шақырған кезде айқайлап қайда жүрсіңдер деп айтудың қажеті жоқ. Кішкене сыйластық білу керек, кішкене түсіністікпен қарай білу керек. Соңыз үшін видеоны лайк басып, жақындарыңызға жіберіп, өз ойыңызды жазыңыз.